Сәлем достар, сіздермен бірге Үміт Амангелді. Осындай сіз күткен сливкисіз, сырсыз үйдегі бар заттармен осындай тамаша өте дәмді торт дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май немесе маргаринді миксерімізге салып, жарты қасықтан аз тұз, бір жарым шай қасық ванилин сахар және жай қантымызды қосып миксерде араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болып, ішіндегі қант еріген соң, жұмыртқамызды бір-бірлеп салып, әрқайсысын 1 минуттан араластырып аламыз. Оныма 1 жарым шай қасық разрыхитель қосып қойдым. Осыны електен өткізіп, қолмен араластырып аламыз. Қамырымызды тура 2 бөлікке бөліп, 24 сантиметрлік формамызға бөлек салып тегістеп аламыз. Екінші бөлігіне 3 шай қасық какао қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл қамырды да осындай диаметрлі формаға салып, екеуін бірдей 180 градуста пісіріп алдым, шамамен 25-30 минутта. Піскен қамырым осындай керемет нәзік болып шығады. Құрамындағы сары майымыз өте ерекше нәзіктікті береді. Бетіндегі артық бөлігін кесіп алдым. Келесі кезекте кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызға қантымызды салып, аздап тұз салып жіберсеңіздер де болады. Жақсылап араластырамыз. Ағарғанша, формамыз аппақ болғанша, крем тәріздес болғанша араластырамыз. Достар, осы сәтте манный крупадан жасалған кремді видеосын жоғалтып алдым. Оның еш қиындығы жоқ. Оған 500 мл сүтке 3 ас қасық манный крупа қосып, сұйық етіп каша пісіріп аламыз. Кәдімгідей таңғы асқа жасап жүрген сияқты каша болады. Оны жақсылап суытамыз. Жақсылап суытпасақ майымыз еріп кетеді. Сондықтан суытып, өстіп, біртіндеп видеодағыдай қосып отырып крем жасаймыз. осындай керемет өте дәмді крем шығады.
Достар, қараңыздар, қандай аппақ, нәзік, керемет крем болып шықты. Енді тек тортымызды жинау ғана қалды. Мен оны тегіс болып шығу үшін кольцода жинаймын. Өзіңіздің қалауыңызша крем салсаңыз болады. Осы кремнің барлығын салсаңыз болады. Немесе мен сияқты жартысын салсаңыз болады. Мен жартысынан профитроль жасаймын, сондықтан жарты кремді алып қалдым. Тортымыз дайын. Енді жақсылап сіңгенше холодильникке кемінде 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Мен үстіне глазур құйғым келеді. Сол себепті 6 ас қасық сүтке 6 ас қасық қант, 3 ас қасық какао қосып араластырып, жақсылап отқа бұрқ еткенше араластырып қайнатып аламыз. Жақсылап қанты еріген соң, бір қайнай бастаған кезде газымызды өшіріп, оған шамамен 20 граммдай сарымай қосып араластырамыз. Суыған глазурімізді мұздай болып тұрған тортымызға, тоңазытқыштан шыққан салқын тортымыздың бетіне құямыз да, тағы да бір 20 минутқа тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоюға болады. Бетіндегі глазур кішкене ұстау үшін. Ал мен, как всегда, күтпей бірден кесе бастаймын. Тортым суық болғандықтан беті ұстап қалды, сондықтан тортымды кесемін. Достар, бұл торт кешкі асқа керемет десерт болатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасаңыздар. Үйдегі бар затпен, бар азық-түлікпен жасалатын торт дәмі өте керемет, айтып жеткізу мүмкін емес. Тек қана жасап көру керек. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Үміт Амангелді. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.